Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 5-ақ минут уақытыңызды алатын оңай дәмді салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ендеше салатымызды дайындаймыз. Ең алдымен шұжығымызды солонка етіп, яғни ұзынша етіп тураймыз. Отбасыңыздағы адам санына байланысты салаттың құрамын 2-3 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Өзіңізге ұнайтын кез келген шұжықты пайдалансаңыздар болады. Енді келесі кезекте тұздалған қиярымызды тураймыз. Оны да дәл видеодағыдай етіп, ұзынша етіп тураймыз. Қайнатылған жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамыздың сары уысын дәл осылай ағынан алып тастаймыз да, оны да ұзынша етіп тураймыз. Енді жұмыртқаның сарысын қосатын боламыз. Оны осылай үкіштен өткізіп, немесе қасықпен езіп қоссаңыздар болады. Енді жүгерімізді қосамыз, және де дәміне қарай тұз қосамыз. Енді 2 ас қасық майонезді қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Осымен біздің 5 минутта дайын болатын оңай әрі дәмді салатымыз дайын болды. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.